Сәлем достар, сіздермен бірге киносы. Егер де сіз ғажайып күшке ие болатын болсаңыз, қандай күшті таңдар едіңіз? Бүгін біз «Темное отражение» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Фильм фантастикалық жанрда. Әлемде бір вирус пайда болады, және де балалардың 90% содан өледі. Қалғаны болса белгісіз күшке ие болады. Осы себепті балалар әрбір түн сайын неше түрлі оқиғаларды жасауда. Осыдан кейін президент Грей зерттеу арқылы оны дертінен жаздыртып жатырмыз дейді, және де бұл оқиғаны баршасын көруге шақырады. Осыдан кейін біздің басты кейіпкеріміз ата-анасымен бірге кешті өткізеді. Эмилидің анасының алаңдап отырғанын көріп, менде барлығы жақсы болады деп, ата-анасын тыныштандырады. Кешкісін қыз ата-анасының бөлмесіне келіп, оларға қолын тигізген кезде бір нәрсе болғандай болады. Содан кейін қыз бұдан шошып кетіп, қашып кетеді. Таңертеңгісін қыз анасын көреді, бірақ та анасы оны мүлде танымайтындай болып шығады. Содан кейін оны бір бөлмеге отыруын өтінеді. Осыдан кейін қызды алып кетуге форма киген адамдар келіп, оны алып кетеді, және де оны лагерге әкеледі. Бұл жерде қыз сияқты неше түрлі балалар бар. Оларды қатарға тұрғызып жатырған кезде бір бала полицейге өзін-өзі өлтіргізеді. Осы жағдайдан кейін басқалары жігітті ұстап алып кетеді. Басты кейіпкер Робби дәрігердің қарауында жатады. Осы жерде біз балаларды әр топқа күшіне байланысты бөлетінін білеміз. Жасылдардың ойлау қабілеті жақсы болса, көк түстілер телекинез, сары тоқтың күші, ал қызыл болса отты пайдаланады. Ең жоғарғысы морковный түсті адамдардың ойын басқара алатын еді. Осы сәтте оған укол салмақ болған кезде қыз оны тоқтатып, мені жасыл деп айтасың деп жазғызып жібереді. Балалардың барлығы өз түсіне бөлінген морковный түстілердің барлығын өлтіреді, себебі олар ең күштісі еді. Осыдан кейін Робби қатты тығылады. Осыдан кейін арада 6 жыл өтеді. Робби етік тазалап жатырған кезде оған бір полицей келіп, дұрыс жасамадың дейді. Қызға құрбысы көмектеспек болады, бірақ та оны полицей шашынан жұлқып алып кетеді. Осыдан кейін балаларды тексермек болып алаңға шығарады. Осыдан соң ультра дыбысты қосады. Робби болса бұған қатты шыдай алмайды. Содан кейін оның ауруханада оянғанын көреміз. Доктор Кейт оған, басшылық сенің күшіңнің қандай екенін біліп қойды дейді. Және де саған көмектесе алатын жалғыз адам менмін дейді. Доктор кетіп қалады. Кейін қыз дәрігермен бірге қашуды қолдайды. Кейін олар доктормен бірге машинаға мініп кетеді. Содан кейін олар кетіп бара жатырғанда офицер артта отырған қыздың түрін көрсетіңдер дейді. Бірақ та Робби өзінің күшін пайдалана отыра офицерге барлығы жақсы дейді. Содан кейін офицер оларды жіберіп қояды. Себебі қыз адамды оймен басқара алатын еді. Дәрігер қызға барлық аман қалған балаларды лагерге алып бара жатыр дейді. Дәрігер қызға ең күшті күш сенде дейді. Содан кейін балалардың барлығын лагерге апарады. Робби болса басқа да күшті балаларға көмектесе алатын еді. Дәрігерді Роббис есімді жігіт күтіп алады, және де қыз тағы да 2 баланы әкелу керек болатын, бірақ та ол олай жасай алмады. Кейін қыз киімін ауыстыру үшін магазинге келеді. Осы жерде біреудің жүргенін көреді. Бұл Зу еді. Ол тоқтың күшімен басқара алатын еді. Зу Роббидан қашып кетеді. Робби оның артынан қуып барып фургонға кіріп кеткен кезде, мені де қастарына кіргізіңдерші дейді. Олар келіседі. Қыз ішке кіргеннен кейін барлығымен танысады. Содан кейін өзінің жасыл екенін, қауіпті емес екенін айтады. Осыдан соң Чарльз есімді жігіт сенің келгенінен бізді тауып алуы мүмкін, сол себепті бұл жерден кет дейді. Бірақ та басқа жігіт кетпесең де болады дейді. Осы сәтте оларға леди Джейн келеді. Ол күшті балаларға аңшылыққа шығатын еді. Әйел балалардың терезесіне атады. Осыдан кейін олар не істерін білмей қашып бара жатырған кезде әйелдің артынан Роб пен Кейт шығады. Олар оған кедергі жасайды. Олар әйелдің машинасын артына қарай итереді. Осыдан кейін жігіт Роббиға машинаға отыр деп өзі телекинез күші арқылы ағашпен жауып тастайды. Себебі басқалардың олардың артынан бақылағанын қаламап еді. Робби тағы кетпек болады. Осы кезде әлгі жігіт, біз қауіпсіз жерге барамыз. Әлгі лагердегідей бізді ешкім бақыламайды. Ол жерде біз еркін өмір сүре аламыз дейді. Бұл жерде біз сияқты балалар бар дейді. Ал бұл уақытта Робби гипноздап кеткен дәрігерді басшылық өртеп жібереді. Біз сатқындыққа шыдай алмаймыз деп айтады. Ал бұл уақытта балалар тұрақтаған үйде Роббиге Лен нәски береді, және де олардың арасында сезім пайда болғандай. Кейін Робби ұйқыға кетеді. Ол Зудың қолына денесі тиіп кеткенде бұрынғы оқиғаларды есіне алады.
сол күні олардың барлығын атып өлтірген. Тек қана Зу аман қалады. Таңертеңгісін балалар қонған үйінен шығады. Осы уақытта балаларға аңшыларды көріп қалады. Ал Зу болса оларды ойы арқылы басқарып қауіпсіз кетіп қалады. Ал бұған Леон түсінбейді, себебі ол қыздың күшін білмейтін еді. Осыдан кейін олар ойын-сауық орталығына келеді. Балалар өздерінің көңіл-күйін көтеріп, заттарды алғаннан кейін кетіңдер деген сөзді көреді. Осы уақытта оларға шабуыл жасайды. Олар телекинез күші арқылы балаларға шабуыл жасайды. Бірақ та кейін олар аңшы емес екенін біліп, өздері сияқты балалар екенін түсінгеннен кейін кешірім ретінде осы жерде түнеуге рұқсат береді. Кейін олар әңгімелесіп отырған кезде Роббилар бара жатырған лагерде бұлардың да жұмыс жасайтынын біледі. Кейін балалар оларға біз лагердің қай жерде орналасқанын және атын да айта алмаймыз, себебі оған рұқсат жоқ деп айтады. Солай балалар қауіпсіз болады дейді. Робби өзінің күші арқылы лагердің бастапқы шәріпін біліп алады. Осыдан кейін Чарльз бен Робби ғимараттың ішін аралауға шығады. Содан кейін лагердің қай жерде екенін білу үшін көптеген деректерді іздейді және де осы арқылы қай жерде екенін табады. Таңертеңгісін балалар жолға шығады және де олар Роббидің үйіне келеді. Кейін қыз анасын көреді, бірақ анасы қызын танымайтын еді, себебі 6 жыл бұрын қыз өзінің ата-анасын жадынан шығарып жіберген еді. Осыны түсінгеннен кейін қыз кетіп қалады. Енді оның жаңа отбасысы қасында жүрген достары еді. Және де осы кезде балаларға Леди Джейн шабуыл жасайды. Ол Роббиді ұрып құлатады. Содан кейін жігітке қару кезейді, ал басқаларын болса байлап қойған еді. Осы кезде Робби өзінің күшін пайдалану арқылы әйелге қаруды ұстап өлгенге дейін орман ішін арала деп бұйырады. Осыдан кейін әйел ары қарай кетіп қалады, ал басқалары болса олар отырған фургонды тастауға тура келеді дейді. Себебі бұл аңшылардың бақылауында дейді. Содан кейін олар ары қарай жаяу кетуге шешеді. Олар өз жолдарымен кетіп барады. Содан кейін оларға біреулер мылтық атады. Бұл лагердің күзетшісі еді. Олар бұларды атып өлтіретін еді. Осы кезде Леоны басқалары біліп қояды да оларға көмек береді. Лагердің басшысы президенттің ұлы болып шығады. Оны ешкім дей алмаған екен, себебі ол да Робби сияқты күшке ие болып шығады. Олар секілді күшке иелердің барлығын өлтіріп тастаған, ал тек қана екеуі аман қалған екен. Кешкісін сауық кешінде Робби мен Леон бірге билейді. Жігіт қызға өзінің сезімін білдіреді. Келесі күні Кленсис Роббиға адамдарға қолыңды тигізбей-ақ оймен басқара аласың дейді. Осы арқылы ол өзін басқалардан құтылғанын айтады және де әкесін оның тастап кеткенін де айтады. Кейін жігіт оған күшін қалай басқару керек екенін барлығын үйретеді. Осыдан кейін қыз ешкімге қолын тигізбей адамдарды басқара бастайды. Олардың сөйлесіп отырған Леон көреді де Роббиге сен оны бірнеше күн ғана танисың, оған қатты сенбе деп ұрсып қалады. Осыдан кейін жігіт орманға қашып кетеді. Робби оның артынан барады. Қыз жігітті таба алмайды, бірақ та Чарльзды кездестіреді және де екеуі бұрынғы үйлеріне қайтқысы келетіндерін айтады. Ол уақытта Кленсистің бір жоспарларды ойластырып жүргенін білеміз және де ол қыздан көмек сұрайды. Анамды есіме алғым келеді дейді. Ал қыз болса оған көмектеспек болады. Осыны пайдаланған жігіт қызды пайдаланбақ болады. Робби жігітті итеріп жібереді де барлық жағдайды Леонге айтып береді және де олар бұл жерден кетуге шешім қабылдайды. Кейін олар қашпақ болып гаражға келеді, бірақ та бұл жерде оларды ұстап алады. Кленсис Леонды гипноздап алады және де ол қозғала алмай қалады. Кейін жігітті соғып Роббиге біз әлемде билей алатын едік деп айтады. Осыдан кейін Робби Леонға көмектеседі және де Кленсистің қол астындағы адамдарға өздерін өлтіргіздіреді. Осы кезде Зуб барлығын тоқ арқылы басқарады. Содан кейін лагерге қызыл түсті балалар келеді. Олардың барлығы лагерді өртке орандырады. Содан кейін әскерлер оқ атады. Өздерін қорғау үшін Лен контейнерді тартып алады және де оларға қарай қарсы шығады. Лагердің күлі шықты. Робби мен Кленсис бір-біріне қарама-қарсы соғысты бастайды. Қыз өзінің жанына әскерилерді тарттырып алады. Оларға жігіттерді өлтіріңдер дейді, бірақ та одан ештеңе шықпайды. Осының кесірінен әскерилер бір-бірін атып өлтіреді. Кленсис қызды тізелеп отырғызып, оның жадын өшірмек болды, бірақ та Робби ұшақтың ішіндегі адамның ойын басқара отырып жігітке бағыттандырады. Жігіт сол жерде қалды, ал қыз болса Чарльз екеуі бірге қашып кетті. Бірақ та оттың күшті болғаны соншалық Чарльзды ауыр жарақаттайды. Сол себепті оны ауруханаға апаруға тура келеді. Қыз бен Леон аман қалады және де олар бір-бірімен сүйіседі. Осыдан кейін қыз оның жадынан өзін мүлде өшіргіздіреді. Себебі ол жігіттің адам өлтіруші болғанын мүлде қаламады. Осыдан кейін қыз лагердің басшысы атанады. Олардың әлі де алда жасайтын көптеген шаруалары бар еді және де Кленсистің аман қалғанын білеміз және де ол барлығынан кек алу үшін қайта оралатын еді. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеле кетіңіздер және де қандай фильмдерді көргілеріңіз келеді комментарийға жаза кетіңіздер.